сәлеметсіздер ме, әріптестер? Қазір мен мына жерде PDF-қа қалай түзетулер енгіземіз, соны қадаммен қадам түсіндіретін боламын. Біз табелдің бәрін жүктеп аламыз. Енді осы жерде Word-қа аудармай-ақ тікелей қалай өңдей аламыз. Менде басқа тұр екен қазір. Мынау менің жаңа өңдегенім алдыңғы. Қазір мен сіздерге осыны қалай істейтінін көрсетемін. Мына жерде бізге көркем еңбекті ауыстыру керек, еңбекке баулу деп, сосын сауат ашуды бейнелеу өнер деп ауыстыру керек. Таңдау пәндері бойынша деген жерге біз жаңа курсты, вариатив пәндерді осы жерге қосатын боламыз. Енді бізге осы өңдеу үшін бізге міне қараңыздар, жоғарыда файл, главное, вид деп тұрады ғой, міне формат, ең файлдан басталып форматтан аяқталып тұр, бұлар менюлар деп айтылады. Осы менюлардың қайсысын қолданамыз? Біз главныйны қолданамыз. Сосын ең соңғы формат дегенді қолдану арқылы біз өңдейтін боламыз. Енді бірінші главныймен жұмыс. Главныйның ішіне қарасаңыздар, міне бірнеше функциялар бар, осының ішінде міне редактировать, добавить деген екі пиктограмма бар. Біз осы екеуі бізге көмектеседі. Редактировать деген осының бетінде тұрған жазуларды өшіріп қосуға, өшіріп және қасына жанына жазуға, өңдеуге. Осы редактировать бізге көмектеседі. Добавить деген жаңадан мәтін сөз қосатын болсақ, мына жерге таңдау пән, қазір математика әлемі дегенді осы добавить арқылы жасаймыз. Ал мына жерде көркем еңбекті, сауат ашуды, бейнелеу, еңбекке баулуға ауыстыру үшін біз редактировать дегенді. Редактироваттың төменін қарасаңыздар, төменге қараған стрелка, бағыттаушы көрсеткіш тұр, соны басамыз. Сол жақ арқылы сол жерде текст деген тұр, міне. Осы текстті басқан кезде біздің мына PDF-тағы жазулардың айналасында міне бледный болып сызық пайда болады, көрсеңіздер, нәзік болып, осы сызық пайда болған кезде біз осы жазуларды өңдей аламыз. Енді біз мына көркем еңбек дегенді өңдеу үшін осының үстіне екі рет бассаңыз, бір ретте жететін сияқты, осыны делетемен өшіреміз. Еңбек. Үлкен әріп қылайық мына жерде. Так, менің ағылшынға өтіп кеткен ба? Так, қазақша ауыстырып алайын. Үлкен еңбекке баулу. Өйстіп жазған кезде жазу бізде жылжиды, қорықпаймыз. Жазулар жылжып кетсе қорықпаймыз. Міне, осы біз жазып жатқан жер көкке боялып тұр ғой, тік төртбұрыш болып, міне. Соның мына төмендегі ортадағы сарыны барсаңыздар, деп курсор өзгереді стрелка болып. Соны деп төменге кішкене тартсақ болды. Жазу жаңа сыймай кеткеннен кейін бізде өзгеріп кетті жылжып. Кішкене соны тартсақ болды, өз қалпына келді, мінекей. Еңбекке баулу, художественный труд деп өзгерді. Енді осы жерде мына сауат ашуды өзгертіп алайық. Сауат ашуды біз бейнелеу өнері деп ауыстыруымыз керек. Бейнелеу өнері. Бейнелеу өнері. Енді біз делеттен клавиш арқылы сауат ашуды өшіреміз. Жеп қоямыз. Енді не істейміз? Информатика жоғары шығып кетті, қорықпаймыз. Пробелді басу арқылы информатика деген төменге түсіреміз. Себебі жаңа жазуымыз көп еді, біз аз жазу жаздық. Енді осы жерде ерекшелеп аламыз. Бейнелеу өнерді көрдіңіздер ме? Арасы ашылып кетті, тоже қорқынышты емес. Формат, бағана айттым ғой, формат деген менюға барамыз. Осы жерде жазудың орналасуы бар. Слева дегенді, справа дегенді таңдаймыз. Міне қалпына келді. Қорқудың тым қажеті жоқ. Пәннің аттарын жазып алдық. Енді келесі біздің жазу керек дүниеміз зачет, есептелді. Осыны ерекшелеп аламыз. Тышқаншаның оң жағын басып, копировать дейміз. Сосын соның қасына біз орнатамыз. Көрдіңіздер ме? Бағалар жылжып жатыр, ештеңе етпейді. Қазір қайтадан орнына әкеп аламыз. Осы жерде
тышқаншаның оң жағын басып вставить деп түсірсеңіздер де болады, немесе Ctrl V, Ctrl C-ні пайдалануға да болады. Есептелді дегенді ерекшелеп алып, мына жерде размерін кішірейтеміз. 8 емес, 7 қыла салайық. Сөйте нормальный болатын сияқты. Енді не істейміз? 4-ті қайтарамыз. 4 деген баға мына жерде әдебиеттің бағасы, есептелді дегенге келіп жабысып қалды ғой, қорықпаймыз, пробелді басамыз. 1 қадам, 2 қадам, 3 қадам жүреміз, мінекей. Енді бейнелеуге қоямыз осыны. 4-тің қасына курсор түседі, қорықпаймыз. Ставить дейміз, пробелмен жылжытамыз. Біз бейнелеуге барамыз. Енді мынаны делеттен басып, бұл бізде информатика сабағына қойылған, есептелді зачет деген. Есептелдіні жаздық. 2-ші тоқсанға, 4-ші тоқсанға және қорытынды бағаға 3 жерге жазып шығамыз осыны. 2-ші тоқсанға қойдық есептелдіні. Енді 4-ші тоқсанға қоямыз. Жылжыса қорықпаймыз, қайтадан орнына әкеліп аламыз. Делетте деген клавиша бар. Осы жерде делетте өшіретін клавишаны қолданамыз және пробелді қолданамыз. Енді бейнелеуге қоямыз. 4-тің жанына қойып тұрмын. Мен клавиатурамен жұмыс істеп кеттім. Мына оң жағын басып, егер Ctrl V, Ctrl C деген түсінбесеңіздер, не арқылы? Міне қараңыздар, вставиттің үстіне барғаныңызда Ctrl V деп тұр. Сол клавиш арқылы істесеңіздер де болады. Немесе мышкамен істей беріңіздер. Сіздерге қалай ыңғайлы? Маған клавиатурамен ыңғайлы. Мен сіздерге көрсету үшін мышкамен істеп жатырмын. Есептелді. Так, есептелді, еңбекке баулу, бейнелеу. 2-ші тоқсанға қойдық, 4-ке қойдық. Енді қорытындыға қоямыз. Дәл солай сол жұмыс қайталанады. Тышқаншаның оң жағын басып, вставить дейміз. Пробелмен жылжытамыз, бүйтіп. 4 кетіп қалды, менде әдебиеттің бағасы. Қайтадан делеттемен шақырып аламда. 1, 2, 3. 3 қадам пробелді басамын. 4-тен кейін тағы есептелді, вставить етеміз, бейнелеудікі. Вставить. Пробелмен итереміз. Бейнелеуге апарамыз. Енді ананы делеттемен шақырамыз. Не арасы жабысып қалды, пробелмен итереміз. 2 қадам. Болды. Міне. Еңбекке баулу, бейнелеу. Енді зачетін қойдық, пәндердің атын ауыстырдық. Бұны редактировать арқылы істедік. Енді біз мына жерге математика әлем курстардың атын жазамыз. Мейлі ол көркем жазу болсын, математика әлем болсын, қандай болса да, енді біз оны добавить арқылы жасайтын боламыз. Добавить текст деп басқаннан кейін біздің курсорымыз өзгереді. Қосу сияқты қойып, қасына Т деген әріп пайда болады. Соны 1 рет бассақ, 1 рет сол жағын бассаңыздар, міне жазуға мүмкіндік ашылады бізде. Осы жерге математика әлемі деп жазамыз. Математика әлемі. Жазу үлкен болып кетті, қорықпаймыз. Ерекшелеп аламыз, выделить етіп, өзімдағы көпке бояп. Енді жоғарыда міне көрдіңіздер ме, формат автоматом ашылып тұр өзі. Осы жерде шрифттің өлшемін 10 деп аламыз. Мына жерде шрифттің түрін кәдімгі өзіміздің стандарттаймыз. Осыны таңдаймыз да, енді біз мына жазуды төңкереміз. Кішкене былай жинақтап алайық. Енді төңкереміз, бала әріптестер. Былай төңкерген кезде қарасаңыздар, градус қасына сан пайда болады. Осы градус 90 градусқа қарай біз былай бұрамыз. 90 градус. 92 болып кетті. 90 градус. 90 градус. Вот, 90 градус болды. 90 градусқа әкеп алғаннан кейін
Енді бұл жерге да біз есептелді дегенді жазу керек. Зачет қоямыз. Бір рет басып, бағана вставить етеміз. Соны мына жерге әкеп қоямыз. Есептелді. Міне. Тышқаншаның сол жағын бір рет бассақ, жазуға мүмкіндік пайда болады. Сол жерге бағана копировать етіп алдық қой, ананы осы жерден вставить дейміз. Кішірейтеміз. Ұстауға ыңғайлы болу үшін. Оны біз 4-90-ға апарамыз. Мынаны. Егер мынаны, мысалы мен мынаны 1-90 қойып қойдым, абайсызда. Енді қараңыздар, оны редактировать бассаңыздар, міне жанады. Соны біз 2-90-ға әкелеміз. Міне 2-90-ға әкеліп. 2-90-ға әкеліп. Есептелді. Енді добавить текст деп тағы бір қорытындыға қойып жіберейік. Тышқаншаның жағын басып вставить етеміз. Осыны қорытындыға апарамыз. Есептелді. Неке осылай жазып аламыз. Көркем жазу бар болса, мына жерге тағы қосасыздар. Көркем жазу, оған да есептелді деп осылай белгілейсіздер. Енді файлға барамыз да, бізде сақтаудың екі жолы бар бұл жерде. Сохранить как бар және сохранить бар. Біз жай сохранить деген таңдаймыз. Сохранить какты таңдамаймыз, жай сохранить таңдап, бұл закрыть қыламыз. Бортқа аударып, оны қиналып отырудың қажеті жоқ. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазсаңыздар, тіптен қуанып қаламын. Сау болыңыздар.